Бақыт деген қарапайым өмір. Тыныш таң, жылы шай, баланың күлкісі. Менің де өмірім осындай еді. Балам, мә абашмын. Мә, кеос, шексіз, е? Бүгін егістіктен кеш келем. Малды да жайға білгірім керек. Еңбек бар жерде береке бар отағасы. Әке, Алашахан деген кім болған? Алашахан деген ежелгі дала тайпаларын біріктіріп, ең алғашқы ірі мемлекет құрған тұлға. Бұның бәрі кім жазып кеткен сонда? Академик Әлкей Марғұлан деген атамыз. Алла қаласа Алашахан кесенесіне бір айдан кейін туған күнінде барамыз. Келістік пе? Шайыншы ғой. Қалай? Мынауың деген керемет қой. Мынаны қалай білмеген мен? Тамыр қалайсың? Көрші. Қойшы, мен айтайын деген саған. Анау Басқамыр қаласы жағына барасыз ба? Жақсы тема ашып отыр екен. Біздің Ұлытауда деген тек қана мыс емес, басқа да қазба байлықтар бар екен ғой. Бір-екі адам айт, алтын шығып отыр деп. Ой, сондайлар әлі сенесіңдер ме? Бұл кішкентай кездегі ертегілер ғой. Одан да үйде жатып алайып, міне ақш табатын реально ертеме таптым. Бұл жаңа ойына қаладағылардың бәрі ойнайды екен. Блогерлердің бәрі осының байып кеткен екен ғой. Бәрекелді, міне көрдің бе? Көз алдында 2 секундта 5000 теңге таптым. Көп ақша салсаң, одан да көп ұтасың. Бауырым, бұның соның жаман болады. Құмар ойын түбі жоқ құдық дейді, білесің ба? Көрші ауылдағы аман келді. Осы онлайн казино бір бәлені ойнаған. Бәріне қарыз, жексұрын болып жүр. Құдай білсін қақы кеткен қазір. Дубайда ма дем алып жатқан жоқ, кім біледі оны? Бұл ойына ұтылған адам бір түсінбеймін. Ақша ұтамын деп өмірін ұрлық қылмыш көрші. Несі тағы ойнап отырсың ғой, қойсай болды. Твою не өкпетті мынау. Ой, Отағасы, телефонды қойып шайдан алсаңызшы. Қоя тұршы шайынды. Әке, осы академик Әлкей Марғұланның айтуы бойынша Аяққамыр кесенесіне Алтын Орданың ханы Темір жерленген екен. Ол Ұрыс ханның немересі болып келеді екен. Мен соны өзім оқып зерттеп білдім. Бұйда ашықтыңдар ғой. Адам құсап шайыңды да ішкізбейді бұлар. Ареке, тыныштық па? Бұндай арзан бағада мал жоқ. Көрші ақша керек көп тұр. Артық сұрақтың керегі жоқ, алатын болсаң алып қаш, тұр ғой. Жоқ, алам ғой, міне тұрып ақшамен санат бердім, санау ал. Мен айдап кете берем ме? 20 бас. Көрші, мына Ниваңы бар емес па? Ана казино ойнау үшін сатып атсаң, мен алмаймын. Ой, көрші, оған емес деймін. Ана малдың басын көбейту керек қой, біле соң қырылып қалды ғой бәрі. Қырылып қалды ма, әлі сатып жібердің ба? Ой, қырылып қалды, ауылдың бәрі біледі ғой. Жарайды, машинаны танимын ғой анау. Зимний баллондан бересің ба? Бар, 4 баллон бар. Жүз үйде ақша берсін жүр.
жарайды, тағы бір бесін салып көрейші. Шайға шақырғандарыңыз ма? Кешкі тамаққа ештеңе жоқ қой? Азық түлік жоқ, үйде бәрі бітіп тұр. Ертең Дархан туған күнінде келді. Оған да ақша керек, ешкім қарыз бермейді уже. Жарайды, базарға ертең барамыз бұйырса. Не, саған кредит шыға ма, қарашы? Не үшін? Ана егістікке керек маған ертең. Біз өткен айдікін төлеген жоқпыз онсызды. Просрочкадамыз. Соны жапта ала бер атыма. Алло? Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Зулбихаров Арман Елдосұлы бұл сіз бе? Иә, мен. Кредитіңіз бойынша қашан төлем жасайсыз? Сіздің несие тарихыңыз құртылып жатыр. Сен айналайын, сендердің маған тарих-париқтарың қызық емес. Ертең төлем деп айттың ғой. Не болды таңнан бері мың звондап? Не болды саған балаң көзінше сонша айғайлап? Тіпті танымай бара жатырмын мен сені қазір. Бұрын мұндай емес едің ғой сен? Сен қатын маған етіп ақыл айтпашы, а? Бір басыма қиындық түсіп еді, не болды сонша? Әңгімелерің өзгеріп шыға келді ғой. Енді қандай қиындық екенмен де бөліспейсің ғой? Түсінбейсіңдер сендер. Қысқасы қанша ақша керек, соны айтшы өзі. 50 мың жоқ дегенде. 50 мың? Не істейсің оның бәрін? Азық түлігің бар, кредитің бар. Ертең Дархан сыныбымен болған ананың кесенесіне бармақшы. Ұлымыз өзіміздің ұлытаудың тарихына қызығып жүр. Бұл деген керемет мүмкіндік қой. Короче, тапқанымша табам, болмаса ешқайда бармайды. Қалай бармайды? Бармайды. Арман өзің уәде. Бармайды деймін. Отағым деген үмітпен басталған ойын өмірімді ұтты. Мен бәрінен ұтылып қалдым. Мен кіммін енді? Айгүлдің көзі өкпе, Дарханның көзі қорқыныш. Анашым, әке қайда? Мама? Мам? Әке. Міне балам, мынау Алашахан кесенесі. Әкең сені осында алып келгісі келіп еді. Әттең арманына жете алмады. Ол жаман адам емес балам. Ол жай ғана адасты. Құмар ойын түбі жоқ құдық. Бастапқыда су бардай көрінгенмен, оның түбі қараңғылық. Арман сол құдыққа құлап, қайта шыға алмады.